Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы биотехнологияның заманы бағыттары мен оның мәселелері. Сабақтың жоспары: биотехнологияның мақсаты мен негізгі салалары, биотехнологияның заманы бағыттары мен оның маңызы, заманауи биотехнологияның негізгі мәселелері. Биотехнология бұл табиғи биологиялық объектілерді, микроорганизмдер, өсімдік және жануарлар жасушаларын, олардың бөліктерін және процестерді пайдалана отырып, түрлі құнды заттар мен өнімдерді өндіру әдістері мен технологиялар туралы ғылым. Биотехнология қоршаған ортаны, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық және тұрмыстық қалдықтардан қорғауды, ортаға түскен токсиндерді жоюды, бірқатар басқа экология мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ азық-түлік, дәрілік заттарды, жем-шөп, минералды шикізаттар мен энергия алудың аз қалдықты өнеркәсіптік процестерін жасайды. Биотехнологияның бірнеше бағыттары бар. Оларға ауыл шаруашылық биотехнологиясы, медициналық биотехнология, экологиялық биотехнология, өнеркәсіптік биотехнология, ғарыштық биотехнология, иммунологиялық биотехнология жатады. Адамның өндірістік, ауыл шаруашылық және тұрмыстық әрекеттері нәтижесінде қоршаған орта биологиялық, химиялық, сондай-ақ физикалық өзгерістерге үнемі ұшырап отырады. Ал бұл өзгерістер қоршаған ортаға жағымсыз әсерін тигізеді. 20 ғасырда өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы қызметінің даму қарқындылығымен биосфераның табиғи өнімділігінің шектері сезіле басталды. Табиғи ресурстар мен энергия көздері сарқылуда, тамақ, таза су, таза ауа тапшылығы байқалуда. Көп жағдайда бұл проблемалардың бәрі қоғамның ғылыми-техникалық прогресімен байланысты, және бұл оның жаңа жетістіктерін пайдалана отырып шешілуі тиіс. Қазіргі кезде өндірісте микроорганизмдердің тіршілік әрекетін пайдаланып, жабық жүйелер құру, ағын сулардың ластануын бақылау, альтернативті энергоресурстарды, химиялық заттарды қолдану сияқты тағы басқа салалар дамуда. Бұл процестердің барлығы ауыл шаруашылығында өндірісте кеңінен қолданыс табуда. Қазіргі таңда биотехнологияның жаңа түрі заманауи биотехнология әдістері кеңінен қолданылуда. Заманауи биотехнологияның өзі екі түрге бөлінеді: дәстүрлі биотехнология және жаңа биотехнология. Дәстүрлі биотехнология бағыттары: технологиялық микробиология, биохимиялық энзимология, инженерлік энзимология. Жаңа биотехнология бағыттарына гендік инженерия, клеткалық инженерия жатады. Дәстүрлі биотехнология саласы бойынша өсімдіктерді зиянкестерден қорғау әдістері. Оларға өсімдіктерді микроорганизмдерден, бактериялардан, саңырауқұлақтардан қорғау шаралары жатады. Тірі ағзалардан, жәндіктерден, жыртқыштар, кенелер, тағы басқа нематодтардан зиянкестерден зиянкестермен күресу әдістері және зиянкестерді тіршілік ету өнімдерін қорғау әдістері жатады. Сонымен қатар дәстүрлі биотехнологияның екінші бір шаралары қоршаған ортаның ластануына қарсы күрес. Бұл шара бойынша ағынды суларды биологиялық тазарту әдістері кіреді. Ағынды суларды тазарту, металдардан бөліп алу әдістері, ағынды суларды биологиялық бөлу әдістері бойынша мұнай, көмірсутектерін эмульгірлеу және сорбциялау әдістері кіреді. Бұлардың бәрі микроағзалардың көмегімен жүреді. Ластанған топырақты биологиялық тазарту бойынша мазутты алып тастау, октанды, нафтилинді, ксилолды ыдырату, шикі мұнайды кәдеге жарату әдістері қолданылуда. Дәстүрлі биотехнологияның тағы бір шараларының бірі, саласының бірі ауыр өнеркәсіп. Ауыр өнеркәсіпте табиғи газдарды өндіру, екінші табиғи қазбаларды айналдыру, үшінші табиғи қазбаларды өңдеу болып табылады. Бұл дәстүрлі әдістерді өндіру әдістері экономикалық тиімсіз ескі кеніштер мен кедей кен орындарының үйінділерін әзірлеу үшін қолданылады. Келесі заманауи биотехнологияның екінші бір түрі жаңа биотехнология. Оның негізгі бағыттарының бірі клеткалық инженерия саласы. Клеткалық инженерия жасушаны өсіру, гибридизациялау және қайта құру негізінде жаңа типтегі жасушаларды құрастыру әдісі болып табылады. Оның әдістері: көбею коэффициенті жоғары жыл бойы өсуді қолдану әдістері, мыңдаған өсімдіктерді шағын зертханалық алаңда өсіру әдістері, өсімдіктерді вирустар мен патогендерден сауықтыру әдістері, төртінші вегетативті емес өсімдіктерді жасанды жолмен өсіру әдістері болып табылады. Жаңа биотехнологияның екінші бір негізгі саласының бірі гендік инженерия саласы.
Гендік инженерия ғылымы бұл РНК және ДНК алу организмдерден гендерді бөлу, гендер мен манипуляцияларды жүзеге асыру және оларды басқа организмдерге ендіру тәсілдерінің, әдістерінің және технологияларының жиынтығы. Оның мақсаты өндіріс салаларына қолданылатын жаңа сапалы қосылыстарды синтездейтін трансгенді ағзаларды алу. Жаңа биотехнологияның тағы бір саласы наномедицина. Наномедицинада молекулалық деңгейде адамның биологиялық жүйелерін бақылау, оларды түзету, құрастыру және бақылау болып табылады. Науқас клеткаларға дәрі-дәрмектерді адрестік жеткізу, чиптегі зертханалар жаңа бактерицидті заттарды алу болып табылады. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Біз сіздерге енді видео роликті ұсынамыз. Если человеческий волос расщепить вдоль на 80 тысяч частей, то диаметр каждой из них будет равен 1 нанометру. На таком уровне появилась возможность контролируемого манипулирования отдельными группами атомов и молекул, что позволило создавать материалы с заданными свойствами. Последнее открытие ученых показывает, что человечество тысячелетиями использовало нанотехнологии, не подозревая об этом. При производстве знаменитой голубой краски Майя возникали наноструктуры оксида железа, сохранившие ее яркость до наших дней. Дамасская сталь содержит углеродные наноструктуры, которые используются сегодня для увеличения прочности материала. Различные по размеру наночастицы золота, добавленные на этапе стекловарения, придавали средневековым витражам красный или фиолетовый оттенок. Новые исследования в сфере нанотехнологий объясняют механизмы необычных природных явлений. Дождевая вода конденсируется на микроворсинках лепестка лотоса и, стекая по поверхности, очищает ее от частиц пыли. Этот эффект позволяет создавать так называемые самоочищающиеся материалы. Миллионы крошечных волосков на лапках геккона плотно присоединяются к любой поверхности. За счет возникновения межмолекулярных связей ящерица легко удерживается в любой плоскости. Продукты, основанные на нанотехнологиях, будут постепенно проникать в повседневную жизнь. Некоторые последствия будут тривиальными, другие могут быть глубокими. Открывающиеся перспективы дали старт формированию национальных программ развития нанотехнологий во многих странах мира. В 2007 году в России стартовала президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» и была создана государственная корпорация «Роснанотех». В 2011 году государственная корпорация была разделена на ОАО «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.